Оралда тұңғыш рет студенттер арасында қазақ күресінен ашық турнир өтті. Жарысқа 100-ге тарта палуан қатысып, өзара мықтыны анықтады. Турнир бұқаралық спортты дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Қазақ күресіне өткен ашық турнирде 12 команда бақтарын сынға салды. Дүбірлі додаға жергілікті Атырау, Маңғыстау және Ақтөбе облысының жоғарғы оқу орындары мен колледждерінің студенттері қатысты. Басты мақсат салауатты өмір салтын насихаттау, төл күресті дамыту. Елімізде соңғы жылдары бұқаралық спорт, соның ішінде ұлттық спортқа көп назар бөлініп, кеңінен дамып келе жатыр. Ол бізді қуантар жағдай. Бүгінгі таңда батыс өңірінде үлкен спорт додасы басталуда. Жастарымыз жеңіске жетіп, болашақта сол додаларда топ жарып, еліміздің көк байрағын биікке желбіретсе, нұр үстіне нұр болар еді. Бозкелемде өткен барлық белдесулер тартысты өтті. Бас-аяғы 100-ге тарта палуан қазақ күресінің әдіс айласын ұтымды пайдаланып, ұлттық спортты шебер меңгергендіктерін көрсетті. Студенттерді бір-бірімен ара қатынасын жақындату мақсатында және де спорт әрбір қай уақытта да бір жетістікке жету үшін адамның дені сау болу керек. Облыс құрамасында дзюдодан, самбодан, қазақша күрестен күресіп жүрген палуандар бар, және де республикалық құрама командада бар спортшылар қатысып, жарыстың көркін келтіріп жатыр. Өте жақсы, жоғары деңгейде өтіп жатыр жарыс. Турнир қорытындысында барлық салмақ дәрежесі бойынша мықтылар анықталды. Гүлдена Юпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.